Достар, кеше кітап оқуға байланысты тақырыпты жалғастырғым келіп тұр. Кітап оқудың қандай пайдасы бар мысалы, мен неше түрлі көзқарасты естігемін. Кітап оқудың қажеті жоқ, не үшін біздің қазір заманда бүкіл нәрсе бар, тек қана жұмысыңды істе. Әрине, ол дұрыс. Бірінші адам өзіңіз өміріңіз сіздің толығымен көңіліңізден шығатын болса, ақша жағынан да, денсаулық жағынан да, қарым-қатынас жағынан да, қоғамдағы рөліңіз жөнінде бүкіл жағынан көңіліңізден шығатын болса, еш нәрсе оқымай ақ қойыңыз, еш нәрсе іздемей ақ қойыңыз. Тіпті ол керек емес те сізге. Уақыт та жоқ оған, біріншіден. Бірақ егер сізге бір нәрсеге көңіліңіз толмаса өміріңізде, ол қарым-қатынас болсын, ол сіздің қаржылық жағдайыңыз болсын, статусыңыз болсын, ол сіздің өз-өзіңізді өмірден табуыңыз болсын, оған байланысты миллиондаған кітаптар жазылған. Және де әр автор, мысалы, бір кітапты жазу үшін бір автор минимум жоқ дегенде қаншама жыл өмірлік тәжірибесімен бөліседі бір кітапта. Сонда біз бір кітаптың ішінде адамның қанша жылғы тәжірибесін оқып шығамыз. Бұл деген үлкен күшті көмек емес пе, себебі өзің қанша қателік жасай бергенше, одан да ол дәл сондай ситуациядан өткен, мүмкін сол тақырыпқа қатысты біліктілігі бар адамнан ақпарат алған это жақсырақ емес пе? Бір жағынан, екінші жағынан, мысалы, қазір ол деген біздің заманда интернетті ашыңыз, мысалы, қаржылық сауаттылыққа байланысты топ 10 кітап, бестселлер, әлемнің ең мықты адамдардың барлығы, олардың барлығы кітап оқиды. Ең успешный адамдардың өмірін ізденіп қарасаңыздар, олардың барлығы міндетті түрде кітап оқиды. Олардың өздерінің бір айтады ғой, қазіргі заманда енді модны болып отыр, коуч деген сөз, коучтан бір наставник дейді. Наставниктері бар. Олар өздерінен тәжірибесі көбірек адамдардың ақылдарын алады. Солардың қателіктерін көре отырып, сол қателіктері өздері жасамауға тырысады. Және де бізге кітаптар сол нәрсеге көмектеседі. Ал кішкентай балаларға не үшін кітап оқу керек? Кішкентай балалардың да, мысалы, ата-ана үйделікті, күнделікті өзінің сөздік қоры, ол тек қана осы күнделікті қолданылатын сөздерді қолданады. Ал кітап оқыған сайын, балаға тіпті ертегі оқыған сайын, қазір тіпті оқығың келмей тыңдауға болады, ертегі тыңдатқан сайын да балаға, ол баланың сөздік қоры көбейе бастайды. Ол балаларға ғана қатысты емес, ол үлкендерге де қатысты. Сөздік қорының көбеюі, өзіңізге қызықты бір тақырыпты алып, сол тақырыпты, мысалы, сол нәрсені сіздің бойыңызда дамыту үшін, әлемде енді мен ойламаймын, что әлемдегі бүкіл авторлардың бәрі ақымақ адамдар деп ойламаймын. Олардың барлығы жайдан жай кітап жазады деп ойламаймын. Өйткені олардың өзінің бір тәжірибесі бар, сол тәжірибесімен бөлісу үшін, және де адамдар сол қателікті жасамау үшін осындай үлкен бестселлер, мықты кітаптар жазылады.